Қазіргі кезде деструктивті діни ағым шет елде отырып онлайн, офлайн медреселер ашуда. Онлайндағы негізгі мақсат ол қандай? Офлайнға тарту. Енді адам көзбен көріп, құлақпен естімеген нәрсесін сенбейді ғой. Сөйтеді, не істейді? Онлайн сабақ бере бастайды. Белгілі бір уақыт. Онлайн Құран оқытады, онлайн Құран хатым болады, онлайн пайғамбардың өмірінен хадистер, өнегелер, яғни өмір баян айтады. Сөйтеді, өзіне қызықтырып алады онлайн. Бауырым, егер де толығырақ білгің келсе, толығырақ үйренгің келсе, лучше сен бізге Мысырға келе салсай дейді. Ал бана жігіт ойлайды, онда тек қана Құран мен араб тілін үйрену керек болса, мен барам дейді. Онлайнның негізгі мақсаты офлайнға шетелге жастарды тарту. Діни ілім былай тұрсын, қарапайым ғана. Кез келген мектеп бітірген адамды, немесе бір жас жеткіншек адам барлығы шетелде оқығысы келеді. Неге? Өйткені ол престиж деп қаралады. Діни білімді шетелде алу деген бір интернетте жалған сенімдерге тап болады. Офлайн медреселерге барды. Ол жерде ең біріншіден мынанша уақыт оқисың деген нәрсе жоқ. Көбісі айтады, бір жыл оқимын, қайтам деген алдауға сеніп қалып жатады. Ең біріншіден ол жерде медреселерде заңсыз. Яғни қандай да бір құжатты, лицензиясы жоқ. Лицензиясы жоқ деген сөз ол жерде демек адамдардың, ұстаздардың беретін білімдеріне де күмән бар. Кез келген жерде бір адам оқу үшін оларға бір жоқ дегенде куәлік беру керек. Немесе диплом беру керек. Ал оларда ондай нәрсе жоқ.